Қайырлы күн достар, бүгін біз баннофи пай әзірлейтін боламыз. Баннофи пай ешқандай пешті қажет етпейтін және жасалу жолы оңай, әрі тез жасалатын ағылшынның пирогы. Бізге бөлме температурасындағы ерітілген сары май және печенье қажет. Бірінші печеньемізді ұсақтап аламыз. Мен блендермен ұсақтадым. Сізге оқтау ыңғайлы болса, пакетке салып, оқтаумен майдалап ұсақтасаңыз да болады. Осылай шықты печеньеміз. Енді оған ерітілген сары майды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді формаға саламыз. Үстінен стақанның көмегімен дәл видеодағылай осылай үстінен басып жасап шығамыз. Енді қоюлатылған, яғни вареный сгущенканы алып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Үстінен саламыз. Осылай қасықпен біркелкі етіп тегістейміз. Осындай 2 штук банан қажет болады. Бананымызды қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта осылай кесіп аламыз. Туралған бананды пирогтың үстіне видеодағыдай қойып шығамыз. Осылай шықты. Енді бізге крем жасау керек. Ол үшін бізге сахарная пудра, творожный сыр және 33% осындай сливки клейгей қажет. Клейгейімізді міндетті түрде құрғақ ыдысқа құямыз. Және ол салқын температурада болу керек. Оның үстіне сахарная пудрамызды саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Міне творожный сырды салдық. Енді бұны жақсылап аз жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа қарай жақсылап миксерлейміз. Креміміз өте қою болып шығады. Мінекей осындай керемет төгілмейтін осындай крем шығу керек. Енді арнайы кондитерлік пакетке алып кремді саламын. Бұл міндетті емес, жай пакетке де салуға болады. Болмаса қасықпен де осылай жақуға болады. Енді пирогымыздың бетін осылай әсемдеймін. Ал пирогымыз оп-оңай дайын болды. Енді бетін сәндеу үшін
осылай шоколадты майда етіп сақтап тураймыз. Болмаса, какао сепсеңіздер де болады. Бетіне осылай сеуіп шығамыз. Міне біздің керемет банофи пай пирогымыз дайын. Енді бұл пирогты тоңазытқышқа шамамен 2-3 сағатқа салып қоямыз. Ал біздің банофи пайымыз дайын. Нәзік әрі тәтті болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.